Ассаляму алейкум, урметли телесерджилер, сіз миле телеканалында хаберлер информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда мен Лилевиджат Чалышам вешімдікі сатқа боле малюмат. Қырым пайтақтында милетлер ара вечешет конфессиялар мунасебетлері музакире етілді. Эмде Жума жеми құруджилық еріні Женюби федераль округ бойынша Русия Федерация президентінің векелетлі темсілжісінің муавины Анатолий Сафронов зерететті. Но сегодняшний ход строительства, конечно, очень впечатляет, потому что видеть такие объемы строительства нам сегодня очень приятно, потому что все это делается для народа. Сақ шәрінде Назірлер Шурасының чықыш топлашуы олып кечті, насыл меселелер музакире етілді. Дин жеметлерінің векелерінің тасылсасында насыл меселелер ратсызлай бұ ведигер солерні бүгін видеокүпір кетшатында музакире еттілер. Қарасу Базар районының Сартана көйінде 66 яшлы Мудисер Ибадулаев жойылды. Приезжайте, помогите в поисках. Чем больше людей нас будет, тем быстрее мы найдем отца. Бу ведигер вақайларны хаберлер информацион янымызда сер етіңіз. Федерация Шурасының спикері Валентина Матвиенко Авропарламент рейсінің муавины Ульрике Луначекні Қырымға давет етті. Четел сәкені Қырым татарларыны ярымадада ичбір кімсе сықштырмағанны өз көзінен көре біле. Бөле теклифні Матвиенко Вена шерінде кечкен саяси конференция кетішатында сеслендірді, деп білдірет тас. Матвиенко қайтеттеке Қырымда тынч яшайышкете, ОМде қайтеттеке Қырым Русияле бірлешкен сон, ярымадада Қырым татар иялесі үшін Қырым татар тілінде тасыл берген мектеплер милли телеканал açıldı. Қырым татар тіліне бұл регионда рус ве украин тілері бір сырада девлет тілі статусы берілді. Сақ шәрінде Назірлер Шурасының чықыш топлашуы олып кечті. Топлашув кетішатында Сақ районының инкишафы ичтимаи мұйым объектлер құруджилығы газ или теминлюв топлу яшаған ерлер абаданлашуы музакире етілді. Эпысы тәфсилатлар ақында Нариман Тарсинова екетежек. Бүгінгі күнде Сақ шерінің ве районының Қырым татар туплу яшаған ерлері ярым адамызның чоқусы дегер хасабалары кебі толысынен абаданлатырылмаған еді. Фаплар мектеплер ве бала бақчаларының йоксузлығы секенлерге базы проблемлер ярата. Ама бүгін туплу яшаған ерлерінің абаданлаштыруы бойынша суалер чезіле. Шындыки вақытары әбілеттерленген гражданлар үшін Сақ районында мескен сатын алуы бойынша программа çalışması devam etti, ама шерде бірқач меселе қала. Деп білдірді Девлет милитлер комитетінің рейс муавины Надир Нуманов. По городу Саки, к сожалению, цены, которые существуют на вторичном рынке, они превышают те показатели, которые лимитированы приказом Минстроя Российской Федерации. Но хочу подчеркнуть, что сегодня, в 2018 году, проектированием и строительством начинается объект 120-квартирный жилой дом в Сакском районе. Государственный комитет сейчас совместно с Сакской городской администрацией и районной администрацией ведут работу в том плане, чтобы, скажем, решить вопросы тех граждан, которые проживают в городе Саки и состоят на отдельном квартирном учете. Таких семей 41. В Сакском районе 290 семей состоят на квартирном учете. Bundan гайры Сақ шерінде ве районында яшаған реабилитерленген гражданларға evlerinin тамер эшлеріне мадди ярдым беріле. Топлашувда Сақ шер мемориятының башы иле Қырым татарлар туплу яшаған Амитхан Султан хасабасында мойындеслік коммуникацияларының меселесіні көтерілді. Проектно-сметная документация разработана, и Сергей Валерьевич дал поручение Государственному комитету совместно с городской администрацией в течение 10 дней отработать предложения по включению данных объектов в республиканскую адресную инвестиционную программу. Район территориясында бала бақчалар хуруджилығы ақта сөз үрсетілді. 2020 сенеге қадар бала бақчаларда нефбетлер меселесі бүтінле йоқ етілежек. Бұл сене Сақ шеріндеве районында 4 модуль бала бақчасы хурулы башланды. Амитхан Султан хасабасында есе шындыки вақыта юз әлі ерлік бала бақчасының хуруджилығы девам етті. Нариман Тарсинова, Руслан Хохлов, Милет үшін. Киевның
мерkezінде атулар вақытында Русия Девлет Думасының сабық мебусы Денис Вороненков атып өлдірілді. Бұны Украина пайтақтының полис мөдері Андрей Крищенко білдірді. Украинаның құтлеви малюмат васталары берген малюматқа көре бүгін белгісіз шақсылар премьер-палас мұсафырханесі янында бірқач еркекні атып өлдірділер. Олар иш адамлары эділер деген малюмат бере. Атувжыны Вороненковның муафизі яралады, оның яқаладылар. Бұ адам кім олғанына шымды белгілене. Киевнің полис қадимлері айталар ки Русиялерінің өлдірілуі сымарыш бойынша япылған ола біле. Тахминин 20.000 инсан Харьков вилетінде патлай білген арби едеклер Анбары районындан тахли етілді. Бұны Украинаның февкуледе вазиетлер бойынша девлет қызмет хабереті. Кечкен геджи Харьков вилетінің Балакле шерінде арби едек Анбарында янгын юз берді. Украинаның арби прокуроры Анатолий Матиос берген малюматқа көре янгынның себебі диверсия ола біле. Женюби федераль округ бойынша Русия Федерация президентінің векелетлі тымсылжысының муавины Анатолий Сафронов Ахмежитте құрулы етқан Жума жемені зерет етті. Мемур әмде акимет векелері жимат, илми, дини тешкелетлары ле мушавере кечірді. Топланғанлар милетлер ара мұнасебетлері вазиетіні музыкере еттілер. Мевзуны Алиме Кайбулаева девам ете. Жума жеменің құрыжылығына мұсылманлар чоқ еллар девамында бекледілер. Ама бұл меселе тек Русия Федерация президенті Владимир Путиннің незаретіне алынған сон ерінден қыбырдады. Ве бүгін бұл ерде енді мемуриет бинасы құрылы бітеята. Яқын вақытта есе құрыжылар жеме бинасының құрыжылығына кечежеклер. Кележекте Жума жеме тікленілежек ерге Женюби округ бойынша Русия Федерация президенті векелетлі темсілжесінің муавина Анатолий Сафронов зяретнен келді. Но сегодняшний ход строительство, конечно, очень впечатляет. Бойлы құруджылық әлбетті айретте қалдыра. Бұйы колемлер бізні пек қувандыра. Бұйыпысы халық үшін япыла. О муабетлікте ве разылықта яшасын деп. Бұ дүнияда олып кечкен шерлерге инанмақ ве қуванмақ керек. Қырымда бұ дұйыла. Қырым мұсылманлар муфтисінің муавина Айдар Исмаилов мұсафырге зиярет кечірді ве құруджылық ішлер ақында тариф етті. Муфтият бинасының соңғы қаты да бітті. Енді дамының қапатылмасына sıra келді. Қысмет олса 21 апрельге қадар бұл ішлерді бітежек. Жума жами бинасына келгенде есе азырлық ішлері әпсі мына апрельнің 20-сіне қадар тамамланacak ve 21-інде қысмет олса айтылғаны дайын біз фундаментін қойыма мерасиміне әпіміз шаат олacakмыз. Sonra Қырымда милетлер ара вечешіт конфессиялар арасында ұлғамына себетлер ақында мұшавере кечерілді. Анатолий Сафронов қайдетті ки, ең esas меселе бұл ярымадада яшаған әпсі халықлар арасында достлық ве муабетлік мұнасебетіні сақламақтыр. Надо создавать сегодня благо для людей. Шымды біз жүмхуриетті тынчылық ве муабетлік мұнасебеттеріні сақламақ бойынша çalışмақ керекміз. Инсанларға ярдым етмек, яқшышлық япмақ. Қырым Жүмхуриеті Девлет Шурасының рейс муавины Ремзи Ильясов мұшавере кетішатында Жүмхури қанунларының қабул етілі вақында сөз үрсетті. Принят закон Республики Крым. Қырым Жүмхуриетінің реабилитация ве сияси репрессияларға, оғранларға иштимаи ярдым көстермек қануны қабыл етілді. Айры имтиязлар бұ ай 500 рубле төнлемесі мескен коммуналь қызметлеріне 50%-ға уджуз әмді жемат нақылерінде бедава юрмек. Бұның берабер Қырымда медини мирас объектлеріндегі язулар рус, украин ве Қырым татар девлетелерінде белгілене. Русия Федерация президенті өкінді тешкіл олынған милитлер арамына себетлері бойынша Шураның азасы инкишав жемат тешкілетінің президенті Ескендер Белялов милитлер арамына себетлері бойынша региональ консультатив мушавере органлары или Шураның ішбірлігі ақында тариф етті. На данный момент продолжается формирование регионального... Шымдыки вақыта милитлер арамына себетлеріні рухунлештірген Қырым региональ қануларының тезлемесі девам етіле. 2017 сене Қырым Жұмхуриетінің бюджетінде милитлер арамына себетлерінен бағлы тедбірлерге 250 миллион рубле пара айрылды. Федераль ве региональ программалар амелге кечіріле. Қырым татар телерадио шirketi çalışa, Жума жами құрула. Бақчысарайдаки хан сарайының реставрация ішлері башланды. Украина вақытында 20 ел зияды құрылған Қырым татар мектебінің құружылығы екінленді. Әмді реабилиштірген гражданларға мескен евлер сатын алмасы девам еті. Мушавериде президент Владимир Путиннің Эрмени, Юнан, Итальян, Қырым татар ве немсе халықларының реабилитация чәрелері ақта әмірінің әмелге кечірлі вақта сөз үрсетілді. Әмді милетлер ара мұнасебетлер елештірілмесі бойынша региональ программа
программалар бежерілігі музакире етілді. За прошедшие 3 года с момента воссоединения достигнуты значительные успехи в сфере обустройства. Крым Русияның бірлішкен вақытындан берли абадалыштыру меселесі мувафақайтлы кече. Шымдыки вақытқа реабилитацияға оғраған 388 құранта мескен евні елдетті. 186 құрантаға исе шахси евні құрыжылғының юклемесіне мадди ярдым көстерілді. Зуя қасабасындаки 350 айле исе электрикнен темел етілді. 2015 сененің Борчоқрақ ве Ахмечет қасабаларында 5 километр ұзынлығында yollar тамир етілді. Украина вақытында bu insanlar бөлем меселе ақында атта арзу етіп оламай еділер. Бүгінгі күнге 10 объектінің құрыжылығы башланды. Оларда 7-сі бала бақша, 2 мектеп ве палетник меркезі. Bundan gayrı muşavirede insan ақ оқуқлары ве сербестлігі devlet tarafından korçalınуы, ekstremizm mefküresine karşı hareketler hem de etnomedeni leyhalar amelge keçirilüі muzakire etildi. Halime Кайбулаева, Дмитрий Низовой, Энвер Аблязиз, Миллет Ичун. Дин жеметлерінің векилеріне тасыл сасында насыл проблемалар ратсызлай. Руселилер тыш мемлекетке, яни ерлі ислам али оқуф юртларда тасыл алмақ кереклермі? Экстремизм ве терроризм олмамазлығы үшін дини тасыл мевзуда кечкен Москва, Казан, Ақмеждит видео күпір кетшатында бұ ведигер солері музыкере еттілер. Тек тасил ве маарифның ярдымынен яшларны экстремизм ве терроризмден корчаламақ мүмкін. Бу ақта конференция черчевесінде Русия Федерация мусульмалары дини идаресінің баш муавины Рушан Аббасов білдірді. Бүгінгі күнде бу йонелеште фаал иш алып барала. Русия территориясында ислам дини бойынша чоқ али оқуф юртлар инкишаф етмекте. Bundan gayrı интернет вастасы или бу меселе ачықлана. Специальные программы, интернет-образование, исламского образования, потому что мы видим, большое количество молодежи сегодня сидит именно в интернете, в соцсетях, и наша задача им дать все-таки правильное видение ислама, правильную систему образования исламского, чтобы они имели возможность увидеть, что в себе несет ислам через именно просвещение. Русияда интернет-медреселер чоқ рахбетлі сайлалар. Безусловно, они прикрепляются к учебным программам наших учебных заведений и уже непосредственно дают возможность сегодня даже дистанционно получить исламское образование, которое, безусловно, сможет оградить молодежь, как я уже отметил, от различного рода радикальных экстремистских идей, которые, к сожалению, в интернет-пространстве сегодня активно навязываются и, безусловно, очень профессионально это делается через различный контент, видеороликов, различных приманок. Қырым муфтисінің муавины Садуллах Баиров өз тарафындан сонки 26 ел девамында кечірілген ішінің мұйымлігіні қайтетті. Бу ислам дінінің ғайрыдан текленуінде бұйық адымдыр дей. Бұндан ғайры оның сөзлеріне көре өз мемлекетінде алынған тасил чет ел тасиліне баққанда да зияде файдалы. Задумка с Булгарской академии, она не просто пришла в голову, что нам все-таки нужно поствысшее образование. Это была потребность, которая действительно выпускники вузов, закончившие в России исламские вузы, нуждаются в повышении квалификации, в магистерских, в аспирантских программах. Даст возможность нашим же студентам, которые здесь в условиях российской реальности получили исламское образование шариатское, продолжить его же, опять же, не уходя из России. Садуллах Баиров қайтетті ки Қорантада ислам діні бойынша білгі берілмегені яшларына чешет экстремистик бірлешмелерінің сыраларына кірмесіне себеп бола. Когда мы повысим уровень образованности исламской, мусульманского общества, это будет блокировать большинство идеологий, которые пользуются именно этой лазейкой и распространяются на наших территориях. Ярамадамызда ислам тәсілі фаал шекілді инкишаф ете демек мүмкін. Қырымда дини оқув біріншіден медреселерінен бағылы. Оларының арасында ең рағбетлісі бұл қала медреседір. Мұнда дини ве умум тәсіл дерслер алып барыла. Медресенің тәсіл севиесі орта дини тәсілінің yüksek стандартларына ұйғындыр. Мұнда оқыған талебелеріміздің сайысы ел-елдан фарқлы олайды. Шымдылық бізде 75 тәне талебе оқый. Біздің медресемізде 2 дәне бөлік бар. Оғлан балалар бөлігі ве қыз балалар бөлігі. Балаларымыз, талебелеріміз бізде 3 ел оқымақталар. Қалай медресенің мүдірі Эмирасан Умеров тариф еткеніне көре талебелерінің сайысы ел-елдан арта. Балаларының чоқысы ислам дінін огренмеге істе ве бюджеттен бүлгілеріні терешлендірмеге тырышалар. Elbette ki bunu kaydetmek gerek. Dinimiz İslam terörga ya da insanlara zarar getirecek nasıl olsa olsun, radikal olsun, marginal olsun hareketlerge karşıdır. Yani dinimizge göre başka bir insanın
musulmon olsun ya da olmasın, canı, malı, mulku, vicdanı, namusu bunların hepsi mukaddestir ve dinimiz bunlarını korçalamak gerek ve biz medresemizde bunu öğretemiz. Biz bilmek gerekmiz ki hepimiz bir-birimizge yaxşı gözle bakmak gerekmiz. Hepimiz insan olganımız için, Yüce Rabbimiz bizni yaratkanı için biz bir-birimizge bu gözle bakmak gerekmiz. Kırım'da yaşagan musulmanlar Rusya'daki İslam cemiyetinin büyük kısmı oldular. Camiler kurula, çeşit kurslar ötkərili, musulmanlarga acılıkka barmak imkanları berili. Bugünkü günde Rusya hakimiyeti adi bir kaydege mühim dikkat ayıra. Musulmanlar ve dini ekstremistler bu insanların farklı iki kategoriyası. Olarga nisbeten münasebetler de farklı olmak gerek. Sabriya Halilayeva, Ayşe Şulakova, Edem İsmailov, Umer Mustafaev, Millet için. Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov Ukrayna'nın Xavfsızlık Hizmetinin Yerji Yuliya Samuelov'a Ukraynaga kirish yasak etilgeni hakkında kararını insafsız dep adladı. Onun fikrince Kiyev'de geçecek Евровидение 2017 konkursunu boykot etmek gerek. Yerjini ise yarımadaga sıkça kelmege davet etti. Bu karadan ziyade insafsızlık Ukrayna hakimiyeti nevbetteki sefer bütün dünyaga bir şeyini anlamağını hem de olarda ahlak, edep ve insaf degen anlamlar olmağını gösterdi. Böylelerinin iş alıp barmak olmaz, dep yazdı Sergey Aksyonov öz Facebook sayfasında. Çöplük meselesi Kırım'da yaşagan adamlarını rahatsızlay. Alazırda Kırım'nın mesken yerlerinde 250'den ziyade çöplük svalkaları yerleşi. Bugün onların birisinde çöplük jiştiru işler geçirildi. Bu yerde muhbirimiz Sultaniye Mambetova bulundu. Ахмеджи шерінің әкіметі чөплік обалары yok etілу meselesini незаретте тута. Şimdi ise Ахмеджит rayonunda onların birisinde Sabla yani Partizanskaya koyunda çöplük jiştiru işleri başlandı. Şimdiki vakitte çöplükni yok etmek maksadının birinci işler geçirili. 15 yıl devamında mında çöplük obalar toplandı. Onun meydanı 2 hektarını teşkil etti. Jiştiru işler 2 ay devamında alıp barılacak. Kırım Ekoresursu Teşkilatı'nın müdürü Roman Alexeyev'nin sözlerine göre işler tek bu çöplük meydanından gayrı başka meydanlarda da alıp barılam. На данной свалке привлечено на сегодняшний день. Bu çöplük obasında 4 texnika maşinası çalışam. Gelecekte daha 8'ge yakın texnika nuskasını kullanmağa planlaştıramız. Şimdi mında 8 adam çalışmakta. Ama gelecekte bu teritoriyanı temizlemek için daha 10 insan koşulacak. Şimdi Karasov Bazar çöplük obalarının birisinde böyle işler geçe. Yakın vakitlarda ise biz Sak şehrinde 4 çöplük obasını yok edeceğimiz. Ахмеджит rayonunda endi 5 çöplük svalkası yok etildi. Onların ikisi Sabla yani Partizanskaya koyunun yanında yerleşeydi. Roman Alexeyev yok etilgen çöplük obanın yerleşken yerini gösterip işler yekinlenecek müddet tarif etti. Мы ее ликвидировали за... Biz bu obanı 7 iş günü devamında yok ettik. Onun kolemi 800 kub metr teşkil etti. Bu çöplük mahsus Turgenev koyunda yerleşken svalkaga töküldü. Bu işlerini becermek için bizim şahsi gücümüz yetişmiyor. Şu sebepten biz bu işe başka insanlarını da celp ettik. Bugünkü günge Ekologiya Nazirligi Kırım Ekoresursu adlı devlet unitar idaresine Kırım'ın 150'den ziyade çöplük obasını teslim etti. Planlarga göre bu sene onların 40'tan ziyadesi yok edilecek. Sultaniye Mecid, Asan Zivadinov, Millet için. Karasol Bazar rayonun Sартана koyunda 66 yaşlı Mudisер İbadulayev joyuldu. Erkeknin soy akrabaları çeşit idarelerge haber ettiler. Özleri de araştırу ile uğraşalar. Tafsilatlarını bizim muhbirimiz Sultaniye Sitakayeva bile. Mudisер İbadulayev köpeginin ormanda ağaç жиған vaqıtta joyuldu. Köpegi 3 günden son qaytıp keldi ve çuval tapıldı. Mustafa oğlu 10 günden beri babasını tapmak niyetinde. Mudisер İbadulaev'nin oğlu Mustafa bildirdi ki mart'ın 13'inde sabah saat 9'da babası ormanga ketip evge qaytmadı. O yengil urbalarga kiyingen edi. Evden bu insan telefonsuz çıkıp ketken. Я подождал часа 2. Men 2 saat bekledim. O hiçbir vakit böyle uzak ketmeydi. Ve 1,5-2 saatte evge qaytıp keledi. Bu sefer ketip qaytıp kelmedi. Men onu kıdırmak ve evge qaytarmak için ormanga çıktım. Mustafa koyga yakın yerlerini dolanıp çıktı. Ama neticesiz. O yerli sakinlerge yardım sorap müracaat etti. Polis ve Favqulodda vaziyet nazirligine ariza yazdı. Приезжали МЧС,
Вевхуляды вазиет назлигынын хадимлері келділер. Мен оларға бабам ақында әршейіні білдірдім. Қыдыру фишлер 5 күн девам етті, ама шымдылық ич бір нәтиже жоқ. Волонтер Рустам Бабаджанов Мудисер Ибадуллаевның жойылғаны ақында ичтимаи ағлардан бұл күнлерде білді. Оны араштырмаға қарар алды. 7-8 километр кечкен сон излер тапты. Там глубокое по низам место. Анда пек терен ерлер бар, ве ачық айдын издер көріне. Анда әмді чоқ япрақлар бар, бір шей көрінмей. Мен белесем, о чоқ ұзақ кетмегендір. Біз ісе бұл вазиетні аңламақ үшін Қарасу Базар районының жинайы араштыру бөлігіне мұраджат еттік. Мы каждый день выделяем сотрудников числа участковых, уголовного розыска. Также привлечена общественность. Мы привлекли Крымспас, привлекли охотников. Только сегодня с утра разговаривали по этому поводу с начальником. Он подписывал опять распоряжение о выделении сотрудников. До сих пор его ищут, прочесываем лес. Мудисер Ибадуллаев эсле башлы адам. О 66 яшында. Оның якынлары первасыз қалмаған инсанларға мұраджат етерек, араштыруға қошылмаға риджа етелер. Бірде бір малюмат білгенлер бөле номерларға телефон ача білелер. У меня пропал... Мен ось яқын инсанымның бабамны жойдым. Первасыз қалған инсанлар қыдырмаға ярдым етіңіз. Біз чоқ олсақ тапмаға қолай олур. Мен бабамны тапмаға пек істейм. Султания Ситакаева, Ким Бекиров, Миллет үшін. Девлет милетлер комитетінің адлиеджелері невбеттеки сефер чықыш меслиятлар берділер. Бұл көрішу Жанкойде кечті. Гражданлық ер идамартыларының ресмелештірілуі ве шақси мескен құруджилығына мади ярдым бұл суалер ватандашларымызның энзие демерақландыра. Біздің телевизион тақымызда бұл консультацияда болынды. Бұл ақта невбеттекелев хамызда. Консультациялар ичтимаи укуқи лейха черчевесінде кечірілі. Девлет милетлер ара комитетінің векилері саялар ки, семерлеви вақытында көстерілген адлия меслияты меселелеріні доғру чезмеге имкан бережек. Бұл реабилитирленген гражданларының меселелері. Жанкой шәрі ве комшу көйлерінің сәкинлері энзияды реабилитацияқта справка бойынша имтиязлар алынуы, яшамақ үшін весиқаларының сады ресмилештірілігі Русия Федерациясы гражданлығы или бағлы суалер раатсызлай. Гүлнар Эмирасанова 81 яшында. Қызы или Жанкойде яшай. Evladı ikinci grupa sakatı. 3 yıldan ziyade gражданлықны elde etip olamay. Pasport alıp pensiya alamıyoruz. Buna bek kıynalamız, bir kapımız yoktur. Bu da yarım yıl bekleyip oturacağım. Yazgı akçamız yoktur. Devlet Milletler Ара Комитетінің сөзлеріне көре Гүлнара Қартана яқында яшамақ үшін весиқаларыны elde etті. Енді о ичтимаи имае ве нефаха фондына весиқаларыны тапшырмақ керек. Бұндан сон она ве оның қызына нефаха тайынленecek. Зера Османова 2 баланың анасы. Ода Жанкойде яшай. Өзеві олмағаны үшін 20 yıldan зияде кираға алынған квартираларда яшамаға мечбур. О 3. группа сақаты. Чоқ yıllar devamında о сүргін етілгенлер үшін мескен айырылуп невбетінде тұра. Емді Зера ханымның омур архадашы 2 yıl evvelisi rahmetli oldu. В течение ряда лет мы обращались по поводу строительства по улице Проезжей 73Б. Это дом для депортированных, 72-квартирный дом. Были у администрации города, он в этом году сказал, мы, говорит, сдали эту землю уже все идет, говорит, зависит от Рескомнадзора. Мы сегодня обратились, нам сказали, что в 2017 году в июне месяце начнется строительство. Мы надеемся, конечно, на это. Devlet Milletler Ара Комитетінің етекчі мутехасысы Шевкет Хамзин қайдетті ки, Жанкойде сүргін етілген гражданлар үшін ев құруджилығы федераль мақсадлы программаға кире. Решается вопрос, что данный земельный участок переходит в собственность муниципального образования для решения дальнейшего уже строительства данного объекта. Топлашуда Гаспринский соқағының сәкинлері де бұлындылар. Мұнда сүргін етілген гражданларға 90-нчы сенелерінің башында евлер құруджилығы үшін дамартылар айрылды. Электрик ве су ағларыны инсанлар евлеріне өзлері чектілер. Ама тиби газ чекмегенді чарелері yok. Чтобы газ провести, где-то выходит 200 тысяч, потому что новая газплита нужен новый газкотел. Конечно же, это мои проблемы, но мы бы хотели, чтобы нам помогли хотя бы по улице провели газ. Газ находится вот 300 метров от нашего дома. Та улица у нас газифицированная, та улица газифицированная, а мы без газа сидим. Сейчас просим помощи, чтобы нам хотя бы до дома провели газ, а там уже, конечно, мы своими средствами как-то
будем стараться. Бу меселени чезмек үчүн Исмаил Гаспринский сохагынын сакинлерине юксек турган идарелерге муражат этмек керек. Там очень много свободных участков, и по всей улице живут порядка 5-6 семей, но нужно найти определенный вопрос, решение по этому данному вопросу, поэтому им было порекомендовано обратиться в более высшие инстанции к нам, и как бы на это уже надо рассматривать на уровне республики. Русия Федерациясы гражданлыгы элде этмек акта сөз юрсетсек, кайд этмек керекке. Энди якын вакытта бу меселе чезилежек. Туневан Русия Федерациясы Девлет Думасынын мебуслары экинчи окууда федераль канунга денишмелер кирсеттилер. Нетижеде четел гражданлар ве гражданлыгы олмаган шахыслар Русия Федерациясында яшамак үчүн весикаларны элде этмелери саделештирилежек. Бу меселе Девлет Дума мебусы Руслан Балбекнын шахси незаретинде булуна. Айша Шлакова, Энвер Аблезис, Миллет үчүн. Бүгін Ақмешжет районының Муазынка көйінде «Қырым менің ватаным» адлы ярышның гала-концерт олып кечті. Ярышта район бала бақчаларының 130-ден зиеде тәлебесі іштірак еттілер. Балар өз тербежелерінен берабер тақымларыны юксек севеде тақдим етмеге тырыштылар. Бара мерісімде бізім мұхберіміз София Шукурова да болынды. Тетбірнің башында талебелерінің әллерінен япылған шейлер бақылды. Ярышның тәшкилатчысы Ахмеджет район мемориеті олды. Мемориет башының муавины Руслан Якубов хайдетті ки, районда билингваль тәсіл лейхасы мувафақиет или амелге кечірілді. 2016 сененің нетежелеріне көре Ахмеджет районында рус ве қырым татар тілінде тәсіл берілген еді тақым açılды. Енді çoxtan берлі бөле бір мерасым арзу өткен едік, мұны әзірледік. Бұл мерасымде іштірақ ете біздің ең кішкене балачықларымыз, бала бақшаға барған балачықларымыз, 4-5-6 яшына балалар, бір еллық ішінің біз нетижесін көрмеге істейік. Ғалип қазанған бала бақшалар, планшет, домофон, мультимедийный доскалар бағышлыжамыз. Мартон учкуну ярышның бірінші басамағы өткерілді анда 33 бала бақшасы іштирак етті. Ярыш комиссиясының нетижелеріне көре екінші этапқа тек 15 бала бақшасы кечті. Олар бүгін келгенлеріні амели сүслі санат ішлерінен, вокал ве ойын чықышларынен қувандырдылар. Ахмеджет район мемориетінің башы Ирина Бойканың фикіріне көре, бөле мерасимлер әрбір халқыны яқынлаштыра ве Қырым сәкенлерінің абаданлаштыруы бірлікте олғаныны дабыр сефер избатлай. Конкурс направлен на то, что развивать дружеские отношения между народами, проживающими на территории полуострова. Я думаю, что уже пришедшие события конкурса уже всем очень нравится. Думаю, что в дальнейшем будем проводить такие же конкурсы. Кулчук койының Радничок бала бақшасының талебелері мұсафирлер үшін Селям адлы Қырым татар еріні ерладылар. Хочу сказать, что на протяжении уже 1 года, даже более чем 1 года, ведя обучение на крымско-татарском и русском языке, все проходит настолько легко, настолько позитивно. Нам приятно, что мы прошли в финал, что мои детки появились на сцене, и я надеюсь, это не первый и не последний раз. Мазанка койының солнышко атлы билингваль тақымына қаттаған кенчелерісе милли ойынен чықышта болындылар. Яш истедатларының чықышлары келгенлеріні первасыз қалдырмадылар. Русское единство регионара Джемиет Тышкілятның ребері Елена Аксенова ойстай сұратларыны білдірді. Жалко, что это конкурс, потому что это смотрелось все на одном дыхании, как концерт. Очень быстро время пробежало. Такие умилительные детки, такие непосредственные, но в то же время отрепетированы, было очень много сильных номеров. Я вообще удивляюсь, как педагоги смогли в 4-5-летнем возрасте их так подготовить. Очень энергетичные такие были, прям вот атмосферные девчонки, которые весну звали в венках. Очень было много национальных номеров. Жюри азаларының нәтижелеріне көре ойын номинациясында бірінші ерні сарайлық қият көйде ерлешкен золотой ключик бала бақшасының талебелері қазандылар. Ярышның әрбір іштиракчысы фахри ярлықлардың ведейлер иле тақдирленді. София Шукурова, Эдем Исмаилов, Рамазан Аливапов, Миллет үчүн.
Кырым табиаты эле альпинизм ве кайга турмашуф үчүн пек келешекли шарайтлер яратылды. Бу спорт чешити боюнча мында ярышлар кечириле. Каяларны енмек ве дагыларга тырмашмак бу эң жесур инсанларнын арзусыдыр. Аба кызганынен бу экстремаль спорт чешити авескарлар ве мутахассислар арасында рагбетли ола. Ижади такымыбыз Совет бирлигинин 7 даг төпесине енген инсанен Зинур Люманин көрүштү. Хархапланы спорт устасы Зинур Люманны 70-нче сенелері тамам бойле адыла еділер. 17 яшында о илк сефер дага барып, юксеклік гүзелігіне хыймет кесті. Bundan сон о дағларға севда олды. Фергана шайырында альпинист лагерінде болынып, билги севиелеріні юкселтті. Адиявеслік омырышыне чеверілді. 60-нче сенелерінің сонында Зинурбей Өзбекистан жимат ахымына кирді. Шималь Тяньшань, Хан-Тенгри төпесі оның эн парғақ тырмашывы олды. Біз бұл төпеге чықып Совет бірлігінде екінші ер алдық. Опек дүлбер ветеміз мермерден ибарет. Она күн батқан вақытта ұзақтан баққанда көкте бұйық бір атеш кібі көріне. Зинурбей Хырымның екінші даг сырасында Тавбардақ койында яшамақта. Анда баққа Хоба шайырының гүзелігіне бақып, о сық-сық өз қая маршрутларыны хатырғай. Буз, Хар, Серин ел, Ағыр ава, бұлар эписі классик альпинизмнің хусуси адымларыдыр. Всякой сложности есть маршруты, но Маршрутлар кемерде енгіл олмайлар, бузлу ве қарлы ерлер рас келе. Біз о вақыт Союзда бірінші ердің ғалеплері олдық. 1 метрде ырғақлар қақымақ 1 километрлік дағда бұл пек бұйық іштір. Зинурбейнің Совет бірлігінде ән yüksek пик коммунизма ноқтасына тырмашывы Хрым-татар ресамны Рустем Иминовны ресім яратмаға илхамландырды. Бұл 7495 метрлік yükseklік еді. Я считаю, что его великим... Мен оны улу ресам деп саям, чүнки дағларда ич бір вақыт олмайып әр шейіні жанлы яратты. Зинурбей Совет бірлігінің yükseklerinden ғайры Хрымдақ төпелерінде енді. О хайдетеке, бұл ән экстремаль спорт чешетлерінден бірі. Төпелерге чықмақ үшін жесірлік, азырлық ве табиатны айрыжа sevmek керек. Высоцкий айтқана киби дағлардан гүзел тек дағлар ола біле. Диляр Живкетова, Алишер Алимов, Милет үшін. Бөлелекнен бізім яйнымыз сонуна айты шымдылық бу эпысы малюмат олып кечкен вақайлар ақында дайма хабердар. Олыңыз Веневбетеки хаберлер информацион программасының рус тіліндегі чықышыны саат 20:30-да қачырманыз. Бізілі олыңыз, сағылықнен қалыңыз.